Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы шере. Сабақтың мақсаты білім алушыларға шеренің жасалу технологиясын, шереге қолданылатын ағаш тұқымдарының сипаттамасын, шеренің құрылыс саласында қолдану аясы туралы түсіндіріп, толық мағлұмат беру. Шере өте көп тараған әрлеуші материал болып табылады. Ішкі көрініс пен жиһаз өндірісінде шерені бұрыннан пайдаланып келеді. Қазіргі уақытта арнайы өңдеудің салдарынан ғимараттың сыртын әрлеуге жиі қолданыла бастады. Енді сіздерге мына жерде шеренің жасалу технологиясының сызбатын түсіндіріп кетейін. Бұл жерде 3-24 суретте кілтекті ашу схемасы көрсетілген. Яғни кеспелтек бөренені арнайы станокта орнатылған пышаққа салып, бөренені айналдыру арқылы жұқа сыналар алынады. Бұл сыналар шпон деп аталады. Осы шпондарды талшықтардың бағыты бойынша бір-біріне перпендикуляр жағдайда түрлі шайырлар мен желімдердің жәрдемімен престеу арқылы желімдеп шере деген бұйым алынады. Шерелер қарапайым, жоғары сапалы, орташа сапалы деп бөлінеді. Бұлар құрылыстан басқа жиһаз өндірісінде, құрылыста қарсыларды қаптауға, қабырға панельдерін қаптауға, қалқандарды жиһаз өнеркәсібінде жиі қолданылады. Вагон жасау өнеркәсібінде, кеме жасау өнеркәсібінде, үй тұрмыс шарттарды жасау өнеркәсібінде жиі кеңінен қолданылады. Шеренің стандартты өлшемдері, негізгі стандартты өлшемдері 72,5 сантиметрге 183 сантиметр ұзындығы мен ені, қалыңдығы 0,15 миллиметрден 1,12 сантиметрге дейін. Шереге керекті желімдер қасиеттеріне қарай екі түрге бөлінеді. Суға төзімді және суға шыдамсыз. Жаңа суға шыдамсыз желімдерден жасалғандар ол ғимараттың ішкі жұмыстарына қолданылады, және суға шыдамды олар ғимараттың сыртқы әрлеу жұмыстарына қолданылады. Суға төзімді шерелерді 7, 9 және 11 қабатты қайың сыналары, жасанды шайырлар, оның ішінде жасанды шайырлар қонда фенолформальдегид, карбамид негізінде алынған желіммен жабыстыру арқылы өндіреді. Ақ қайың ағашынан аршылған сыналар бакалитті желіммен жабыстырылады. Ішкі әрлеуді, ағаш элементтерін жабу үшін қабырғалық панельдер, бағана айтып кеткен ғимарат төбесін, есіктерді, саты қалқандарын, сынамен қапталған шерелерді қолданады. Осындай шерелер қолданылған желім түріне байланысты фенолформальдегидті желіммен жабыстырылған және карбамидті желіммен жабыстырылған деп бөлінеді. Сүргіленген шерелерді өндіру үшін емен, жаңғақ, шәмшат, шетен, қайың және басқа да әсем текстуралы ағаш түрлерін қолданады. Шерелердің жасалу технологиясы қарап, мына арнайы жоғары сапалы шерелерді, бакализирленген шерелерді, мына тікелей жоғары сапалылар жаңағы кеме жасау өнеркәсібінде каюталардың ішкі қаптау жұмыстарына қолданылады. Вагон жасау өнеркәсібінде вагонның купелерінің ішін қаптау жұмыстарына қолданылады. Көлік жасау өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Яғни бұлар өнеркәсіптің қай саласында болмасын, бұл шеренің қолдану маңызы қазіргі таңда өте жоғары болып табылады. Енді бұлардың нормативті талаптарға сай, мына өлшемдік сипаттамаларына, өлшемдік көрсеткіштерінің ауытқулары арнайы қарастырылған, плюс-минус 1 сантиметр, плюс-минус 1 миллиметр деген сияқты. Бұлардың бәрі шеткі ауытқулар болып табылады. Яғни жасалу барысында нақты өлшемнен 1 миллиметр немесе 1 миллиметр қысқа немесе 1 миллиметр артық болып жасалуы мүмкін. Бұлардың бәрі нормативте қарастырылған.
шерелерді зауыттарда өндіргеннен кейін арнайы буаттарға буып белгілі бір салмақ өлшемінде дайындап тасымалдайды. Автокөліктермен, темір жол көліктерімен және мына құрылысқа қолданылардан бұрын арнайы қоймаларда сақталады, белгілі бір ауа температурасында, ауа ылғалдығында. Яғни бұлардың бір кемшілігі жаңағы ылғалдың әсерінен белгілі бір уақытта не істейді, өзінің қасиеттерін жоғалта бастайды. Өйткені ағаш материалдан жасалғаннан кейін түрлі ағашқа тән ауруларға, мүкістіктерге, ауытқуларға бейім келеді. Және де бұларды сақтау барысында арнайы стеллаждарға көлденең жағдайда тепе-теңдігін сақтап отырып жинайды. Жинау барысында астындағы деңгеймен қойылған штабельдердің бәрі белгілі бір тепе-теңдік сақтау керек. Өйткені бұлар жаңағы көлденең бойлық барысында не істемеу керек, қисаймау керек. Сондай мына шерелердің сақтауға, тасымалдауға, қоймалауға өте жоғары талаптар қойылады. Өйткені бұлардың құрылыста қолдану несі маңызы төмендемеу керек. Соның сақтау отырып, осындай нормативтерді сақтаймыз. Шерелерді айта кететін тағы бір жайт, шерелерді мына арнайы зауыттарда дайындағаннан кейін, мына пресселіп шығарғаннан кейін, бұлардан бұйым жасалғаннан кейін ағаш материалдарын өздеріңіз білесіздер, тез жаңғыш келеді, тез шірігіш келеді деген сияқты. Осыларды сол нелерден қорғау мақсатында бұларды сырлау жұмыстарына мөлдір немесе мөлдір емес лак материалдарын қолданамыз. Яғни бағана алдында айта кеттік, төменде мына шерелерді жасауға арнайы жоғары сапалы ағаштар қолданамыз деп, емен, жаңғақ, қарағай, қайың секілді бұл ағаштарда өте жақсы табиғи суретке, яғни текстураға ие. Яғни бұл ағаштардан жасалғаннан, шерелерден жасалғаннан кейін бұл шерелердің текстурасы жақсы болып көрінеді. Және де мына лак материалдарын, соның ішінде мөлдір лак материалдарымен сырлау кезінде сол текстураларды айқындап, одан да жоғары әсемдік қасиет береді. Қысқаша осы. Назарларыңызға рахмет.